Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Айжан, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен конвертикке жасаймыз. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Мына жерде менде қайнаған ыстық суым бар. Осы суға тұзды салып, жақсылап араластырып, ерітіп аламыз тұзымызды және ұнымызға сұйық май құямыз, суды құямыз және қамыр болғанға дейін илейміз. Міне бізде осындай қамыр шығады. Мешочекке салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Салмасын, яғни начинкасын дайындаймыз. Мына жерде пиязды төрт бұрышты етіп, майдарақ етіп турап алдым және тартылған піскен ет қолданып жатырмын. Мен татымына қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Фаршты да осылай пайдалануға болады. Фарш немесе картошканы пюре етіп те начинка жасауға болады. Қамырымызды жарты сағаттан соң, июі қанған соң, осылай жайып аламыз. Дәл мантының қамырындай етіп жаямыз. Дәл солай кесіп аламыз, төрт бұрышты етіп. Қамырымызға начинкамызды жайғастырып шығамыз. Келесі қамырымызды бөгеміз. Міне осылай видеодағыдай төрт бұрышын бір-бірімен біріктіреміз. Жан жақтарын, қалған шеттерін осылай бір-бірімен біріктіріп шығамыз. Қамырымыздың шетін міне осылай жақсылап бүгіп шығамыз. Қаттырақ қысып, еш жері ашылып қалмау керек. Пісіру барысында ішіндегі начинкалары майға қарай шығып кетпес үшін міне осылай жақсылап нығыздап басып шығамыз. Бізде осындай конвертик шығады. Барлық қамырларды осылай бүгіп шығамыз. Майымызды қыздырып аламыз. Майымыз қызған соң конвертиктерімізді пісіруге кірісеміз. Ең алдымен конвертигімізді міне бүккен жағын майға тастаймыз. Сонымен о жағын кішкене қуырып алған соң келесі бетіне аударып, солай аударып отырып, барлық конвертиктерді қызартып пісіріп аламыз. Міне конвертиктерімізде осылай қызартып, әдемілеп пісіріп аламыз. Бұл конвертиктің қамыры гүтірлік, өте дәмді конвертик болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып өтіңіздер. Подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.